Қайырлы күн достар, гранола дайындайтын боламыз. Ол өте пайдалы, таңғы асқа керемет. Сүтпен де, кефирмен де, йогуртпен де жеп кете бересіздер. Бізге алдымен сары май және табиғи бал қажет болады. Қызып тұрған табада майымыз ерігенше бал мен сары майымызды жақсылап араластырамыз. Ери сала үстінен бірден салсаңыздар да болады, немесе 10 минутқа суытып салсаңыздар да болады. Үстінен овсяный хлопья деп айтамыз. Бізге 400 грамм геркулес кетеді осыған. Жақсылап араластырып, қызып тұрған табамызға орналастырамыз. Осылай барлық жерге жайып пішатын боламыз. 20 минутта пісіріп аламыз. Әр 5 минут сайын шеттерін ортасына жинап, шеттері бірінші пісетін болғандықтан қайтадан жайып пішатын боламыз. Солай 20 минуттың ішінде 4-ке бөліп, әр 5 минут сайын газдан алып, осылай ортаға жинап, қайтадан жайып пісіріп алатын боламыз. Үйде қандай сухофруктыларыңыз бар, соны қоссаңыздар болады. Мен үйде асқабақтың дәні, күнжіт, мейіз, дәнек бар болады. Миндаль қоссаңыздар болады, шоколад қоссаңыздар болады, курага қоссаңыздар болады. Кесіп дайындап алып қойсаңыздар болады алдын ала. Осылай 5 минут өтті, міне ортаға шеттерін жинап, қайтадан жайып пісіріп аламыз. Сонда барлық жері шашырап, әдемі болып пісіп шығады. Бір-біріне шапыспайтын болып 20 минуттан соң. Осылай араластырып, соңында тағы да 5 минутқа сабаламыз. Сонда бір-біріне шапыспайтын әдемі болып шығады. Жасап көріңіздер, міндетті түрде ұнайды деген ойдамын.